спокойствие, паника в случае потопления. Ну, Төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері апта сайын су тасқынына қарсы рейдтік шаралар өткізеді. Апат орын алуы ықтимал ықшам аудандарды аралап, тұрғындарға ескертпе парақтарды таратады. Түгел үйді электр қондырғыларына электр көзінен ажыратып, пештерін сөндіріп, газ баллондарын сөндіріп, өздері керекті документтерін жинап, киімдерін жинап, 101 немесе 112 телефондарына хабар шалып, өздері сол көмекті күту болып табылады. Және де көмекті су басып кеткен жағдайда үйдің шатырына немесе биік жерлерге шығып, ары қарай тосу керек. Айта кеткен жөн, қаладағы су басу қаупі бар аймақтардың қатарында Заречный, Былғары завод және Ойқала ықшам аудандары бар. Былтырғы су тасқыны қалалықтарды біраз әбігерге салды. Биыл жағдай қайталанбау мақсатында тұрғындарға алдын ала сақтық ережелері түсіндірілді. Ходят, нам разъясняют все это. Құтқарушылар осындай рейдтерді өткізгені дұрыс деп есептеймін. Қалалықтар қажетті қауіпсіздік ережелерін білуі шарт. Меніңше биыл апат орын алмайды. Дегенмен, барлығымыз төтенше жағдай кезінде дайын болуымыз қажет. Су тасқыны кезінде 3 эвакуациялық пункт жұмыс істейді. Оның бірі Заречный кентіндегі нөмірі 13-ші орта мектепте орналасқан.